Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше жолмен жасалынатын, яғни осындай баклажкеде сақталатын қазының рецептімен бөлісемін. Дәмі өте ерекше болып шығатын болады. Егер сіздерде ішек болмаған жағдайда баклажкеге салып сақтауға да болады. Барлығын видеода түсінікті етіп айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, маңызды сәттерін жіберіп алмаңыздар. Және жанындағы тұрған тіркелу батырмасын басып, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге ет, қара бұрыш, чеснок және тұз керек болады. Мен еттерімді салуға фюстидің ыдысын пайдаландым, себебі ауызы үлкенірек, еттерімізді салуға да ыңғайлырақ болады. Әуелі мен етті алып, осындай ұзынша етіп, әрі жіңішке қылып турап дайындап аламын. Себебі біздің қазір салатын баклажкамыздың аузына сиятындай етіп турауымыз керек. Неғұрлым жіңішке әрі ұзынырақ етіп турасақ, біздің қазір ыдысымызға салуға ыңғайлырақ болады. Және қазымыз кішкене майлы болсын деген оймен осындай кішкене майларында турап қосып жібердім. Қазір ыдысымызға екеуін араластыра отырып саламыз. Осылайша біз еттерімізді ұзынша етіп турап дайындап алдық. Енді үстінен дәміне қарай 2 шай қасық толы тұз қостым және үстінен қара бұрыш қосып жібердім. Шамамен бір үлкен ас қасықтай қара бұрыш салдым. Және дәміне қарай 4-5 тісше чеснокты да үккіштен өткізіп қостым. Немесе қолмен ұсақтау етіп турасаңыздар да болады. Мен осылайынан барлық чесноктарымызды үккіштен өткізіп алдым. Дәл осы орайда сіздер өздеріңізге қалаған дәмдеуіштерді қосып жіберсеңіздер болады. Ол зира болсын, қызыл бұрыш болсын, қосу-қоспау өз қалауларыңызға байланысты. Енді дәмдеуіш қосқан етімізді қолымыздың көмегімен жақсылап араластырамыз. Осы кезде мұқият араластырамыз. Біздің еттерімізге дәмдеуіштеріміз жақсы сіңуі керек. Осылайша еттерімді араластырып, жақсылап дайындап алдым. Енді жуып дайындап қойған фюстидің ыдысына жақсылап еттерімді сала бастаймын. Еттерімізді неғұрлым жіңішке әрі жұқа етіп турайтын болсақ, біздің баклажкелерімізге оңай әрі тез сыйып кететін болады. Осылайна дәл қазыға тыққандай етіп, бір ет, бір май араластыра салып отырамыз. Егер арасында етті ірігіп турап қойған болсаңыздар, осылай баклажкеден симай жатса, таяқшаның, қасықтың немесе вилканың көмегімен үстін басып салып жіберсеңіздер оңай болады. Бұл таяқша бізге тек қана еттерді салып тұруға ғана емес, осылай салынған еттерді жақсылап тығыздап орналастыруға да керек болады. Видеодағыдай әр ет салған сайын баклажкамыздың ішіндегі еттерді үстінен баса отырып тығыздап отырамыз. Мен фюстидің ыдысының басы сәл кеңірек болғандықтан осы ыдысты таңдадым. Сіздер де осындай басы үлкенірек баклажканы таңдайтын болсаңыздар, етті салуға да өте ыңғайлы болады. Әрі қолды да ұстамайды, қазыны жасауға ұзақ уақыт жұмсамайтын боласыздар. Осымен бір қазымыз дайын болды. Енді қақпағын қатты етіп жауып, салқын жерде сақтайтын боламыз. Қазыларымызды салқын жерде 2-3 ай уақыт сақтасақ та болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай баклажкеге бір ет, бір май сала отырып, осындай қазы жасап шығардық. Енді қалған еттерді мен осындай үйде коланың ыдысы бар екен, коланың ыдысына салатын боламын. Бірақ коланың басы өте кішкентай болғандықтан турап қойған еттеріміз сыймайды. Тағы да ортасынан 2-3 бөлікке бөліп ұзынша етіп еттерді турап алдым. Енді дайын етімізді коланың ыдысына барлығын дерлік салып шығамыз. Еттерімді жіңішке етіп турап алғаннан кейін коланың ыдысына салу да қиынға соқпады. Осымен екінші ыдысымызға салған еттеріміз де дайын болды. Ыдысымыз толмай қалды, бірақ бұл ештеңе етпейді. Енді осы қазыларымызды салқын жерде 2-3 ай уақыт бойы сақтай аламыз. Егер етті ашып тамаққа салып турап жеймін десеңіздер, кемі бір апта уақыт тұру керек. Сол кезде дәмдеуіштері бір-біріне сіңіп, дәмі өте әдемі болып шығатын болады. Мен тоңазытқышқа салып қойдым, осындай күйде тұр. Қазір ішін кесіп сіздерге көрсетемін. Етімізді тамаққа қосатын кезде ыдысымыздың сыртынан
пышақтың көмегімен кесіп аламыз. Мен баклажкаға салынған қазыны осы баклажкасымен суға салып қайнатып пісіріп жейтін рецепттерді де көрдім. Бірақ мен ол әдісті ең зиянды әдістердің бірі деп білемін. Себебі баклажканы суға салған кезде ыстық суда ери бастайды. Ерігеннен кейін өзінің бойындағы зиянды заттарын етке бөлетін болады. Яғни бойындағы химиялық заттардың барлығы сыртқа шығады. Өздеріңіз білетіндей, бұл адам денсаулығы үшін өте зиянды болып келеді. Сондықтан баклажканы тек еттің дәмін келтіру мақсатында пайдаланғанымыз дұрыс. Осылайынан турап кез келген тамаққа қосатын болсаңыздар, тамақтарыңыздың дәмі өте керемет болып шығатын болады. Және плейлисте бөліміне өтетін болсаңыздар, сіздерге ыңғайлы болу үшін барлығын бөлек-бөлек папкаға салып қойдым. Яғни осындағы тұрған салат деген бөлімді ашатын болсаңыздар, менің каналымдағы бар бүкіл салаттарды осы папканың ішінен таба аласыздар.